Bayağı zamanda Şыңғыстаудың баурайында кішкентай Ибрахим дүниеге келді. Ол өскенде ұлы Абайға айналды. Ибрахим сәби күннен ақ зерек еді. Әжесі оған ертегілер айтып, анасы мейірімге бөліп өсірді. Bir күні жайлауда жүргенде Ибрахим табиғатпен сырласқанды ұнатты. Құстардың әні, желдің үні оны ойға батырды. Ол неге бәрі әдемі, неге әділдік керек деп толғанатын. Отбасымен бірге отырып үлкендердің сөзін тыңдап өсті. Әкесі Құнанбай керең ойлы кісі. Оның әрбір сөзі бала жүрекке өз қалдырды. Ибрахим ауыл молдасынан хаттанып, араб әліппесін үйрене бастады. Bir күні әкесі Құнанбай Абайға кітап сыйлады. Бала таңырғап парап тұр. Бәлкім дәл осы сәт оның жүрегінде ақынның отын жақты. Әжесі Зере даналықтың иесі. Ол немересіне ескі ертегілерді, өсиетті сөздерді айтып, бойына ізгілік тартты. Күліндердің күнінде ол табиғатқа қарап, алғаш өлең жолдарын қағазға түсірді. Өлең, сарғайған жапырақ, сыбдырлаған жел, бәрі Абайдың жүрегіне өлең болып құйылды. Ол табиғатты тыңдап, өлең жолдарын ақ параққа түсіре бастады. Ол әр маусымды сүйді. Қыстың сұлу табиғаты Абайдың өлеңіне шабыт берді. Өлең жазғанын достарына оқып беріп, білімнің қызығын бірге бөлісті. Сол кішкентай Ибрахим кейін ұлы Абайға айналды. Абай атамыз бізді әлі күнге дейін даналығымен тәрбиелеп келеді. Абайдың өсиеті білім, әділдік, адамгершілік.